Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Араға апта салып 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Ағылшынның қоғам қайраткері Эдмунд Бьорк маған жастардың қазіргі халінің қандай екенін айтсаңыз, мен саған елдің болашағы қандай болатынын айтып беремін деген сөз қалдырған екен. Тәуелсіздіктің самалын жұтып өскен жалды жастарымыздың ұмтылысына қарап, келешегіміздің кемелділігіне көз жеткіземіз. Білімдер ой бәйгесінде бас қосты. Әр облыстың көшін бастаған оқушылар апталық ойының жеңімпаз атану үшін барын салмақ. Жүйріктің жүйрігін бүгін анықтаймыз. Ендеше сайыскерлермен таныс болыңыздар. Арайлым Серік, Оңтүстік Қазақстан облысынан. Армысыздар, құрметті көрермендер. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап, деп Абай атамыз айтқандай, осы ұлағатты сөзді өзіме ұран етіп, білімнің бәйгесінде өзімнің еңбегім мен ақылымды ақжелкен етіп жүзіп келемін. Осы ойында Алла қолдаса, жеңіске жету ойымда бар. Қарсыластарға сәттілік тілеймін, және өзіме де сәттілік тілеймін. Абайын ардақтаған арғымақтарды таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Келесі қатысушымыз Назым Шәкірқожа, Алматы қаласынан. Мен Алматы қаласындағы дарынды балаларға арналған республикалық физмат мектебінен келіп отырмын. Өмірлік ұраным ақырын жүріп анықтпас, еңбегін кетпес далаға. Бүгінгі ойын сәтті болады деп ойлаймын. Біз де солай ойлаймыз, солай боларына сенеміз. Келесі қатысушымыз Айгерім Құрманбаева, Алматы қаласынан. Мен 61-ші лицейдің 11-ші сынып оқушысымын. Абай атамыз айтқандай, білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деген ұранмен білім шыңына жеткім келеді. Соның ішінде болашақта қазақ елінің фармация ғылымын дамытқым келеді. Арманыңа жет деген тілекпен келесі қатысушымызды таныстырып өтейін. Әбіл Мансұр Хамзаев, Шығыс Қазақстан облысының білімді ойыншысы. Армысыздар, ардақты ағайын. Менің мақсатым қаламы қарымды, ойы ұшқыр журналист болу. Ал арманым халқыма адал қызмет ету. Мақсатыма жетудің ең бірінші қадамы 21-ші ғасыр көшбасшысының жүргізушісі болғым келеді. Ол күнде алыс емес деп ойлаймын. Сол арманыңа қол жеткіз. Келесі қатысушымыз Қырмызы Жұмабек, Қарағанды облысынан. Армысың жастарға үміт артқан халқым, сәулесімін бабалар жаққан шамның, жалауын білім шыңын желбір етер, ойлы жас, елімнің мен ертеңімін. Сонымен үздік алтылықты қорытындылап тұрған соңғы қатысушымыз Нұрболат Жомарт, Павлодар облысынан. Қайырлы күн достар, көрермендер. Мен облыстық көпсалалы дарынды балаларға арналған мектеп-лицейде оқимын. Қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Құрметті павлодарлықтар, маған жауынгер болыңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Нұрболатқа тек Павлодар емес, бүкіл қазақ жұртшылығы жанкүйерлік танытады деген сенімдемін, және сіздерге де. Қымбатты сайыскерлер, сіздермен таныстық, енді ойын барысымен таныстырып өтейін. Маусымдық ойын жеңімпазы Хабар арнасының 100 мың теңге көлеміндегі ақшалай сыйына ие болады. Ал енді алғашқы айналым ойыншыларын түсіндіріп өтейін. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Әр сұраққа жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты тауып белгілейсіздер. Ойлануға 7 секунд беріледі. Жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңыздағы компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түс арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болса көк түс жанады, қателессеңіздер өкінішке қарай қызыл түс жанады. Ойынымыз толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында. Ойын шарты түсінікті болса, алғашқы айналымды бастаймыз. Бәйге. Қазақстанда археологиялық мектептің негізін қалаған ғалым. Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Манаш Қозыбаев. Әлкей Марғұлан. Келесі. Көп бұрыштың қатар жатпайтын төбелерін қосатын кесінді. Табан, диагональ, қабырға. Диагональ. Келесі. Қатты дыбыс көрсететін негізгі белгі. Форте, пиано, минор. Музыкалық білімді адам бұны бірден табады. Әрине ол форте. Қайсысы Олимпиада ойындарына жатпайды? Бобслей, тайквондо, армрейслинг. Армрейслинг. Жүсіп Баласағұн атындағы мемлекеттік университет қай қалада?
Шымкентте, Бішкекте, Ташкентте. Және ой жүйріктерін бұны бірден табады деген сенімдемін. Әрине ол Бішкек қаласында. Электр зарядының бірлігі. Фарад, вольт, кулон. Уақыт өтті. Кулон. 6 сұрақ оқылды. Әзірге нәтижеміз мынадай болды. Әзірге қырмызыда 5 ұпай, Арайлы мен Назымда 4 ұпайдан, Әбілмансұр мен Айгерімде 2 ұпайдан, Нұрболатта әзірге 1 ұпай. Жалғастырамыз. Аспан шырақтарының түсін өлшеу үшін қолданылатын құрал. Термометр, колориметр, лактометр. Калориметр. Жер көлемі бойынша 3-ші орын алатын құрлық. Солтүстік Америка, Африка, Оңтүстік Америка. Солтүстік Америка құрлығы. Қырымның 40 батырын жырлап, жаздырған жырау. Базар жырау, Доспамбет жырау, Мұрын жырау. Қырымның 40 батыры. Осы жырауды есіме тығыз байланысты, ол Мұрын жырау. Келесі. Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы қалай аталады? Тотығу, алмасу, орынбасу. Тотығу. Шахматтан әлемнің алғашқы ресми чемпионы. Стейниц, Бронштейн, Ботвинник. Стейниц. Келесі. Гималай сөзінің мағынасы. Тау мекені, қар мекені, аяз ата мекені. Өте қызық сұрақ. Қар мекені. Сонымен 12 сұрақты көз ашып жұмғанша оқыдық. Енді алғашқы айналым бойынша көш бастаған ойыншыны білу үшін сараптамаға назар аударамыз. Арайлым Серікте 8 ұпай, Қырмызы Жұмабекте 8 ұпай, Назым Шәкірғожада 7 ұпай, Айгерім Құрманбаева, Әбілмансұр Қамзаев, Нұрболат Жомартта 5 ұпайдан. Қымбатты ойыншылар, екінші айналымның ойын шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтар алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылатын болады. Әр сұраққа ойлануға 8 секунд беріледі. Егер ойыншы өзіне тиесілі сұраққа жауап бере алмаған жағдайда, менің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені бірінші басқан сайыскер жауап бере алады. Егер ол ойыншы жауап бере алмаса, оның 1 ұпайын шегереміз. Ал егер дұрыс жауап берсе, 1 ұпайын қосамыз. Ойын шарты түсінікті болса, ой бәйгесін жалғастырамыз. Келесі кезең жорға. Алғашқы айналым бойынша көш бастап келе жатқан Арайлым өзіңсің. Бұл ойынға қалай дайындалдың? Бұл ойынға мен әр жақтан қызықты мәліметтерді оқу арқылы қатысып отырмын. Соның көмегі тиді деп ойлаймын. Бұл балағыңға арман ғой, әлде кездейсоқтық келдің бе? Жоқ, кездейсоқ емес. Мен бұл ойынды 3-ші сыныптан бастап қарайтынмын. Және де осы ойынға қатысу менің арманым болатын. Бүгін арманым орындалды деп ойлаймын. Міне, армандар орындалады әрқашанда. Білуімізше өнерге жаның жақын. Солай ғой? Иә. Қандай өнер бар? Өлең айтамын. Құлағым сізде. Анашым. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар, ол өзіңсің ана. Мейірімге бір өзіңнен қанам, жылуды да жүрегіңнен алам. Ардақты ана, аяулы мама, суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мені ойлап қам жемеші мама, мені ойлап қам жемеші ана. Бәрекелді. Осындай ұл қызды тәрбиелеп отырған ата-анамыз аман болсын деген тілекпен алғашқы ұяшықтың сұрақтарын оқуды бастаймын. Дайынсың ба Арайлым? Әрине. Іске сәт бастаймыз.
Татарстан Республикасының астанасы. Арайлым, өте бір оңай сұрақ, және өте танымал бүгінгі таңда спорты жағынан болсын, жалпы бұл қай қала? Нүкс. Қарсыластар. Бірінші Айгерім. Қазан қаласы. Қазан қаласы. Дұрыс айтасың, Айгерім. Айгерімде бір ұпай алды. Үш бұрыштың бір төбесін осы төбеге қарсы жатқан қабырғасының ортасымен қосатын кесінді. Медиана. Бәрекелді. Ғылыми деректермен негізделген болжам жорамал. Болжам жорамал. Арайлым, сен бұны білесің. Теория. Теория емес, қарсыластар. Біз көрейік. Кәне, кім біледі екен? Гипотеза. Өкінішті ақ, ұпай өзімізде қалды. Сондықтан шапшаң жауап беруге тырысыңыздар, ұпай алу өз қолымызда. Келесі. Алжирдің егемендік алуына ықпал еткен Франция президенті. Алжирдің егемендік алуына ықпал еткен. Қай президент екен? Арайлым оқты өтті. Жауап жоқ. Қарсыластар. Әбілмансұр, Шарль де Голль. Дәл таптың. Келесі. Ньютонмен өрнектелетін физикалық шама. Күш. Күш. Арайлым, саған алғашқы шыққан сұрақтарын оқыдым. 5 сұрақтың ішінен 2-үні дұрыс жауап беріп, 2 ұпай алдың. Сондай-ақ достарың Әбілмансұр мен Айгерімде қарап қалмады. Сенің арқаңда бір ұпайға қол жеткізді. Құттықтаймыз. Келесі кезек қырмызыда. Қырмызы. Болашақта кім болғың келеді? Заңгер. Неліктен бұл саланы таңдадың? Көп жағдайда заңгерлер мен экономистерге жұмыс табылмай жатады деген ақпарды жиі естейміз. Бұған көз қарасың қалай? Бұл менің бала кезімнен бергі арманым. Басқа салада өзімді көрмеймін. Осыған дейін қандай жетістіктерге жеттің? Ғылыми жобалар қорғадым, халықаралық олимпиадаларға қатыстым. Жеңіске жетудің формуласы неде сіз үшін? Білім, тек қана білім. Олай болса, сол формула бүгін жүзеге асады деген сенімдемін. Білім, тек қана білім. Жетістікке жеткізеді. Олай болса, екінші ашқан сұрақтарын оқимын. Түркия Республикасының астанасы. Анкара. Анкара. Бәрекелді. Үш бұрыштың бір төбесінен қарсы жатқан қабырғаға түсірілген перпендикуляр. Биіктік. Қарсыластар дей алмаймын. Дұрыс айтасың, қырмызы. 1998 жылы Ұлыбритания Қытайға қайтарған арал. 1998 жылы Ұлыбританияның Қытайға қайтарған аралы. Гуанчжоу. Қарсыластар. Әбілмансұр. Гонконг. Гонконг. Әбілмансұр бір ұпай. Тәж-Махал кесенесі кімге арнап салынған? Әлемнің 7 кереметінің біріне жататын осынау алып ескерткіш. Арналуы қырмызы уақыт өтті. Жауап жоқ. Қарсыластар. Арайлым. Мұмтаз деген осы... Мұмтаз Махалға. Бәрекелді. Күшті өлшейтін аспап. Динамометр. Динамометр, дұрыс. Қырмызы, екінші ашықын сұрақтарын оқыдым. 5 сұрақтың ішіне 3-үні дұрыс жауап беріп, 3 ұпай алдың. Өте жақсы көрсеткіштердің бірі. Әбілмансұр мен Арайлымды да құттықтаймын. Бір ұпай алдыңыздар. Қызықты сұрақтар легін жалғастырушы Назымда. Қошемет көрсетіп қойып. Назым, бұлай тренинг барысында өзіңді көңілді ұстап, достарыңмен тез тіл табысып, солай есте қалдың. Ал дәл қазір олай емес. Көңіл күйің түсіп тұр. Неліктен? Қобалжып тұрсың ба? Кәнекей достары қол соғып қошеметтеп, Назымға бір көмек көрсетейік. Назым, қандай өнерің бар? Мен өнерлеп өлең
Олай болса, кімнің қандай өлең? Абайдың жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөпсермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген. Баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім. Шейін алсын, қызмет қылсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып түс көрледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ. Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Өте керемет, жақсы, керемет. Ендеше Назым, біз де Абай атамыздың өкінішіне ұрынбай, уақытында қолымызды сермеп, ұпайды еселеуді жөн деп есептеймін. Дайынбыз ба? Я. Үшінші ашқын сұрақтары арнайы Назым үшін оқылады. Түркменстан Республикасының астанасы. Душанбе. Асықтық қап қарсыластар. Әбілмансұр. Ашхабад. Ашхабад қаласы. Әбілмансұр кезекті бір ұпайына қол жеткізді. Түбір табуды білдіретін математикалық таңба. Түбірасты. Қарсыластар. Түбір табуды білдіретін математикалық таңба сұрап тұрмыз. Әбілмансұр. Радикал. Радикал. Жарайсың, Әбілмансұр. Келесі. Қабырғаға салынатын сурет. Қабырғаға салынатын сурет. Қабырға суреті деп айта салсақ болатын еді, бірақ оның өзінің термині бар екен. Сонымен Назым. Жоқ. Қарсыластар. Тұрболат. Граффити. Қандай? Граффити. Дұрыс емес, бір ұпай шегереміз. Кімнің қандай нұсқасы бар тағы? Фреска. Естіп пе едіңіздер? Міне, қабырғаға салынатын сурет осылай аталады. Ұпай өзімізде қалады. Келесі. Ниагара сарқырамасы қай елдердің шекарасында орналасқан? Назым. Ниагара. Ақш пен Канада. Дұрыс айтасың, Назым, бәрекелді. Әйтеуір әупірімдеп қорқып бір-бірімізден әйтеуір бір сұраққа дұрыс жауап беріп бір ұпай алдық. Осының өзі үлкен қуаныш. Келесі. Халықаралық бірліктер жүйесінде энергияның өлшем бірлігі. Джоуль. Келестің деп айта алмаймын, себебі дұрыс айтасың, Назым. Бес сұрақ оқыдым, соның екеуіне дұрыс жауап беріп, керемет нәтиже, екі ұпай алдың. Сондай-ақ Әбілмансұр кезекті екі ұпайына да қол жеткізіп, өзінің ұпай қоржынын екі есеге арттырды. Нұрболат, өкінбе, мүмкіндіктер бар, әзірге сенен бір ұпай шегереміз. Көтеріңкі көңіл күймен келесі ойыншымызға өтеміз. Айгерім, ойын қалай өтіп жатыр? Ойын тамаша өтіп жатыр. Сүйікті жыл мезгілің қандай? Қыс пен жаз. Неліктен екі? Мен ойымша қыс суық, жаз ыстық. Қыста жаңа жыл мейрамы, жаңа өмір басталады мен үшін. Ал жаз өте ыстық, суға барып шомылуға болады. Сол суға шомылған үшін ерекше болып тұр бұл мезгіл, иә? Болашақта кім боласың? Бәлкім суда жүзуші, кемеде сондай бір мамандықтар таңдаған жоқсың ба суға бай қатысты? Жоқ. Қалай ойлайсың? Жеңіске жету үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Менің ойымша, адамда ең бірінші өзіне сенімділік деген болу керек. Өзіне білімді болу керек, ешқашан берілмеу керек. Яғни ішінде стержені мықты болу керек. Бұның бәрі өз бойымызда бар ғой, әлде кітаптағын айтып тұрмыз ба? Жоқ, білмеймін ол жағын. Өз бойымызда бар деп есептейік, соған сенейік. Олай болса, өзіңнің сүйікті жыл мезгілің секілді қыс сияқты қысылмай, жаздай жадырап жауап беретіңе сенімдімін. Дайынсың ба? Рахмет. Кеттік ендеше. Башқұртстан Республикасының астанасы. Жауап жоқ. Қарсыластар. Әдеттегідей Әбілмансұр бірінші. Уфа. Және бір ұпай алды әдеттегідей. Жарайсың. Вектор дегеніміз не? Вектор дегеніміз ол кесінді. Қандай кесінді? Бұдан артық енді ештеңе жасай алмаймын, Айгерім. Енді қандай кесінді екенін анықтау керек. Өйткені кесіндің түрі көп. Параллель. Параллель емес, қарсыластар. Қырмызы бізде бірінші.
Бағытталған кесінді. Бағытталған кесінді. Бәрекелді. Бір ұпай қырмызыда. Айгерім, жинақтал. Ұпайды еселеуіміз керек. Келесі. Ұлыбританиядағы ең ірі өзен. Енді суға түсетін, енді Айгерім үшін бұны білу керек. Енді өзендерді. Суға шомылған жақсы көретін Айгеріммен табат деп есептеймін. Мен өзімнің ішкі жорамалым осылай. Жоқ. Қарсыластар. Арайлым. Северн деген ең ұзын өзен Темза үлкен. Темза, бәрекелді. Темза өзені. Айгер, мүмкіндік Ұлыбританияға барып жатсаң, осы өзенге шомылуды ұмытпа. Келесі. Терезеге салынатын шатырма сурет. Яғни ой-құш салынатын сондай суреттердің түрі ғой. Қабырғаға салынатын айттық, енді терезеге салынады екен. Сонымен Жоқ. қарсыластар. Арайлым, Витраж деп аталады. бір ұпайды жоғалтам деп қорықпайсың ба? Жоқ, сен Себебі сен дұрыс айтасың, Арайлым. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі жол ұзындығының бірлігі. Эспен жазылады километр. Бізде бірінші қырмызы. Метр. Метр. Айгерім, тағы міне. Сонымен Айгерім 4-ші ашықтың сұрақтарын оқыдым. Соның ішінде ешбіріне дұрыс жауап бере алмадың. Десек жауап беруге мүмкіндігің бар еді. Тек қана асығыстық ойлаған ұпайға қол жеткізуге мүмкіндік бермеді. Бірақ нағыз ақ көңіл, жақсылыққа жануғмар жаны екеніңді көріп тұрмын. Себебі сенің ұяшықтарының барлығын осы достарын қызығын көрді десем артық айтқандығым емес. Әбілмансұр бір ұпай алды, қырмызы мен Арайлым 2-2 ұпайдан алып, сен ұяшығыңды толығымен игердік. Нәтиже осындай, біз жалғастырамыз. Әбілмансұр, ойыншылар сұраққа қателескен жағдайда бірінші басып жауап беріп жатырсың. Бұл сенің білімділігінің көрсеткіші ме, әлде жай сәттілік көмектесіп жатыр ма саған? Білімділігінің көрсеткіші деп ойлаймын. Өзің таныстыруды айтқаныңдай, болашақта теле жүргізуші болуды армандайды екенсің. Қандай бағдарламаларды сүйіп көресің? Осы 21-ші ғасыр көшбасшысының жүргізушісі болуды армандаймын. Ой бәйгесі тек білімдер бәсекесі емес, армандарды орындайтын алаң. Ендеше Әбілмансұрдың арманын орындайық. Келек ортаға. Қош келдің. Мен ана жерге барайын. Көңіл күй қалай? Тамаша. Барлық билікте, төрелікте өзіңде, сонымен істейміз. Мағжан Жұмабаевтың ең алғашқы өлеңдер жинағы қалай аталады? Жалпы, ондай сұрақты бірден қояды деп ойламап едім, бірақ Шолпан деп аталу керек. Дұрыс. Енді бүгінгі бағдарламада теле жүргізуші екенсіз, Әбілмансұр. Арманыңызға қалай қол жеткіздіңіз? Мен ойлаймын, жалпы енді кішкентай күніңнен армандай берсең, бір нәрсеге қатты сенсең, ол міндетті түрде орындалады. Жаңағы Дени Дидроның сөз айтқандай, армандар жаңағы ол жерге сенген жерде ғана орындалады деп Дени Дидро айтқандай, сол соның қанатты сөз бар. Бәрекелді. Олай болса, Әбілмансұр, сұрақтарға көшейік, дайынсыз ба? Дайын. Енді образдан шығып, шынайы өмірге оралайық. Қарсы емессің ғой? Қарсы емес. Қошемет кәнекей. Кәдімгідей қорқады екенсің. Көңіл күй қалай, Әбілмансұр? Тамаша. Жақсы ғой? Жақсы. Жүргізуші болған қиын ба әлде қызық па? Қызық. Қызық, бірақ қиындығы да бар ғой? Қиындығы да бар. Олай болса, қиындығын бірге жеңейік, қызықты сұрақтарға көшейік. Түркияның ең үлкен қаласы? Стамбул. Дәл таптың, жарайсың. Келесі, осы қарқыңнан тайма. 4 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы. 4 бұрыш деп айттым, ішкі бұрыштарының қосындысы. Сонымен 180 градус. 180 градус емес, қарсыластар. Назым бізде бірінші. 360 градус. 360 градус, жарайсың, Назым. Ресеймен ең ұзақ шекараласатын мемлекет? Қазақстан. Қазақстан, қазақ елі. Дұрыс айтасың. Тәж-Махал кесенесін салдырған хан. Бұны Арайлым айтып өтті. Мұмтаз Махалға арнап салдырған. Бірақ кім салдырған енді мәселе? Акмал патша. Қарсыластар, кәне, кім біледі? Әбілмансұрдың бір ұпайын
алудың тамаша мүмкіндігі туып тұр. Олай болса, өзім айтайын жауапты Шах Жахан. Біле жүрейік. Келесі. Магнит индукциясының өлшем бірлігі. Генри. Қатластар. Назым. Вебер. Қап, Назым бір ұпайыңды шегердік. Қырмызы. Фарадей. Фарадей емес, бір ұпайды шегереміз. Тесла. Сонымен Әбіл Мансұр саған 5 сұрақ оқыдық. Соның екеуіне дұрыс жауап беріп 2 ұпай алдың. Құттықтаймын, өте жақсы нәтиже. Назымды алғашында 1 ұпай алып, өзінің қуанышын, көңіл күйін көтеріп еді. Кейін қателесіп, 1 ұпайынан айырылып қалып, өкінішке қарай қуанышы су сепкендей басылды. Қырмызыдан әзірге 1 ұпай шегереміз. Соңғы ұяшыққа келдік. Соңғы ойыншымызбен таныс болайық. Нұрболат келесі кезекте. Нұрболат, ойын қалай өтіп жатыр? Қызықты. 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысын осыған дейін теледидардан тамашалаған шығарсың. Әрине. Көріп пе едің? Иә. Әлі дәл қазір студияда тұрсың. Айырмашылық бар ма? Әрине бар. Осы үші ерекшелігін айтпеш бізге. Біріншіден үйде отырғанда осы теледидардың алдында ешқандай қобалжу деген жоқ. Ал қазір осында сезімдемін. Қобалжып тұрсың. Иә. Теледидардың алдында ең көшбасшы өзіңсің ғой. Барлығын білетін сияқты болып тұрасың, солай ма? Иә. Өмірлік ұраның қандай? Келешекке кемел біліммен. Келешекке кемел біліммен. Ендеше болашақ бүгіннен басталады. 6 ұяшықтың сұрағына дұрыс жауап беріп, келешекке қадам басайық. Өзбекстан Республикасының астанасы. Нұрболат. Ташкент. Ташкент. Бәрекелді. Нұрболаттың білмейтіні жоқ осы. Келесі. Градустың 60-тан 1 бөлігі. Жауапты 60-тан іздеудің қажеті жоқ. Өте оңай. Қазір айтсам, қап деп қалатынды сезіп тұр. Сонымен 30. қарсыластар. Назым. 6. Градустың 60-тан 1 бөлігі 6 емес, 1 ұпай шегереміз. Келесі. Кім біледі? Арайлым. Радиан. Радианда емес, 1 ұпайын шегереміз. Минут. Біз осыныңына сұрағамыз. Жалғастырамыз. Дүние жүзіндегі ең үлкен каньон, немесе шатқал. Нұрболат. Бас жауап жоқ. Қарсыластар. Арайлым. Колорадо өзенінің бойындағы шатқал үлкен каньон деп аталады. 1 ұпайыңды шегермейміз. Дұрыс айтасың, Арайлым. Өте жақсы. Келесі. Суретшінің өзін өзі салған суреті. Автопортрет. Дұрыс айтасың, автопортрет болады. 1 ұпай алдың. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі. Ню. Қарсыластар. Айгерім. Моль. Қандай? Моль. Моль. Дұрыс. Нұрболат, соңғы түйенің жүгі ауыр дейді қазақта, бірақ дегенмен де сен үшін ауыр болмаған секілді, саған 5 сұрақ оқыдық, соның 2-іне дұрыс жауап беріп 2 ұпай алдың. Айгерімде 1 ұпайы бар. Алғашында Арайлым қателесіп еді, 1 ұпайын шегердік. Бірақ қателіктің орын толтырып, 1 ұпайын қайтарып алды. Назымнан 1 ұпай шегереміз. Көңіл күй түспесін, себебі ой бәйгесі нағыз жүйріктің жүйрігі анықталатын сынақ. Ендеше 2 айналымның қорытындысына назар аударайық. 3-ші айналымда кіммен жүздеседі екенбіз? Сараптама. Арайлым Серікте 13 ұпай. Әбіл Мансұр Хамзаевта 12 ұпай. Қырмызы Жұмабекте 12 ұпай. Назым Шәкірғожада 8 ұпай. Айгерім Құрманбаевада 7 ұпай. Және Нұрболат Жомартта 6 ұпай. Арайлым, Әбіл Мансұр Қырмызы сіздермен келесі кезеңде жүздесетін боламыз. Өкінішке қарай ұпайы аз болғандықтан Назым, Айгерім және Нұрболат сіздермен қимай осы жерден қоштасамыз. Сіздер жеңілген жоқсыздар, сіздер нағыз жеңімпазсыздар. Себебі өздеріңізге пайдалы нәрселерді алдыңыздар. Бұның өзі үлкен жеңіс. Сәттілік серік болсын. Рахмет келгендеріңізге. Сол арада Дәулет Төлеутайұлымен бірге тамашалаймыз.
Көзді ашып жұмғанша дәстүрімізге айналған серіктүү сәтіне де келіп жеттік. Үшінші айналымға өткен қырмызы, Арайлым, Әбілмансұр сендерді құттықтаймын. Үшінші айналымды бастамас бұрын білесіңдер, бір ауыз сұхбат. Қырмызы, ойын қалай өтіп жатыр? Өте қызықты болды. Сен үшін қандай сұрақ қиынға соқты? Тадж Махалды кім салдырғанын ұмытып Қырмызы, Тадж Махал кесенесі қай қалада салынған екенін білесің бе? Білем, Агра. Агра қаласының Үндістанның, иә? Ойынды бұрын көрдің? Көрдім. Теледидардан. Қазір қатысқан қалай екен? Көрген бір бөлекте, қатысқан кішкене қорқынышты екен. Қорқып тұрсың ғой әлі де. Үшінші айналымын не күтеміз? Жеңіс. Кімнің жеңісі? Менің жеңіс. Дұрыс, яғни өзіне өзің сену керексің, және де мен де саған тек қана жеңіс тілеймін. Келесі біздің ойыншымыз Арайлым. Арайлым, біздің ойында басты фавориттің бірісін деп айтсам, қателеспеймін. Бағанадан бері бірінші айналымда да, екінші айналымда да оқ бойы оза шауып келе жатырсың. Жалпы сұрақтардың деңгейі қандай екен? Сұрақтар мен ойлағаннан сәл күрделірек, бірақ та жауап беруге тырыстық. Үшінші айналымнан не күтеміз? Өзімнің жеңісім. Барлығымыз жеңіс күтіп отырамыз ба? Әрине. Қызықты сұрақтар, немесе жауабын білетін сұрақ күтпейміз ба? Онды күтеміз әрине. Бірақ та енді бақша болма дейді ғой. Сен үшін басты қарсылас кім? Екеуі де. Рахмет. Әбілмансұр, байқағаным бірінші айналымда 5-ші тұрып, қазір көтердің ұпайында. Жалпы ұпай алғанда қандай сезімде болдың? Жақсы сезімде болдым. Мен енді ойлаймын, үшінші айналымда қазір барлығымыздың ұпайларымыз нөлден басталады, сондықтан кез келген уақытта бәрі өзгеруі мүмкін. Ал ұпайдан айырылған кезде қандай сезімді кештің? Енді қызық сезім болды. Біртүрлі неғып жауап бермедім дегендей ойда болдың ба? Жаңағы менің жалпы ең өкінішті болатын сұрағым жаңағы төрт бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын жаңағы ойымда 160 деп айтып қалып тұрдым да, бірақ 180 деп айтып қалдым да байқамай, содан кейін қате кетіп қалдым, асығып кеттім. Төрт бұрыштен 90-94-ке көбейтіп үлгермедің ғой? Жоқ, үлгермедім, оларды есептеп үлгермедім. Түсінуге болады Әбілмансұр. Кезінде мен де ойынға қатысқанда сондай өрескел қателіктер жіберген болатынмын. Қымбатты көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Үшінші айналымды қазір бастаймыз. Қазақстанның әр аймағынан жиналған білімді жастар тек қана білім арнасында. Қымбатты сайыскерлер, үшінші айналым бойынша 2 айналымда жиналған ұпайларыңыз жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырып бойынша 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлық 20 сұрақ ұсынылады. Сондай-ақ бейне сұрақ және арнайы сұрақ беріледі. Бұл айналымның негізгі ерекшелігі ретінде көмбе жасырылған. Яғни көмбе ашығы түскен ойыншы белгілі сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Әр сұраққа ойлануға 7 секунд беріледі. Егер ойыншы өзіне тиесілі сұраққа жауап бере алмаса, менің қарсыластар деген сөзімнен кейін түймені бірінші басқан сайыскер жауап бере алады. Ең басты ұмытпаңыздар, бұл айналымда ешкіммен ұпай шегерілмейді. Бұл айналымды бастайтын ұпай саны жоғары болып, осыған дейін көрсеткішке қол жеткізген Арайлым. Олай болса тартысқа толы үшінші айналымды бастаймыз. Дода! Додада ұсынылатын тақырыптар шығыс жауһарлары, қазақ киносы, қышқылдар және Атлант мұхиты. Бізде бастайтын Арайлым. Қазақ киносы 40. Арайлым, бұл бізде бейне сұрақ, тақырыпқа қатысты екен есіңе салайын. Бірге тамашалайық. 2013 жылы қыркүйекте өткен ТМД, Эстония, Латвия, Литва елдері киносының халықаралық киношок 2013 фестивалінде режиссер Ермек Тұрсыновтың «Шал» фильмі гран-при иеленді. Сонымен қатар фильм ең үздік ер адам рөлі номинациясы бойынша да бас жүлдеге ие болды. Жүлдені жеңіп алған актерді атаңыз. Ерболат Тоғызақов. Сенімсің бе? Иә. Басты рөлді сомдаған актер. Тамаша! 40 ұпай Арайлымда алғашқы ұяшықтың сұрағын емденді. Әбілмансұр? Атлант мұхиты 50. Атлант мұхиты шығысында Еуропа мен Африканың, батысында солтүстік және оңтүстік Американың, оңтүстігінде Антарктиданың аралында орналасқан, мұхиттың солтүстігінде Гренландия аралы бары белгілі. Ең оңтүстігіндегі кішігірім аралды білесің бе? Жалпы Атланттың айналасындағы барлығын түгендеп шықтық. Бірақ ең оңтүстігіндегі кішігірім аралды атамадық. Бәлкім оны сен білетін шығарсың. Әулие Елен арал. Қарсыластар? Арайлым? Ньюфаундленд. Дұрыс емес. Қырмызы? Исландия аралы. Дұрыс емес. Буве аралы. Қырмызы? Атлант мұхиты 30. Атлант мұхитын тұңғыш рет кезіп өткен.
Кариб алабының бірқатар аралдарын, сондай-ақ кейін Америка деп аталған құрлықты картаға түсірген жаңа заман теңіз саяхатшысы? Христофор Колумб. Христофор Колумб. Дұрыс айтасың, қырмызы. 30 ұпай өзіңде. Қыздарымыздың қарқыны керемет. Арайлым, жалғастырасың. Шығыс жауқарлары 40. Фирдаусидің 30 жылдан астам уақыт жазған шығармасы. Фирдаусидің 30 жылдан астам жазған дастаны? Мың бір түн. Қарсыластар? Әбілмансұр. Шахнама. Әбілмансұр. Шахнама. Дұрыс айтасың. Ұпайды Әбілмансұр алды, кезекте Әбілмансұрда. Қазақ киносы 50. Қазақ киносы 50. Таяуда хабар агенттігі көрермендеріне Бауыржан Момышұлы атты 4 сериялы фильмді тарту етті. Фильм Александр Бектің «Волоколам тасжолы» кітабының желісі бойынша түсірілген. Кітапты жазу барысында Бауыржан ағамыз жазушыға ақыл кеңес беріп отырған. Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы дарынды қаламгер болғаны белгілі. Даңқты жауынгер 1976 жылы қай романы үшін мемлекеттік сыйлық алды? Әбілмансұр. Қанмен жазылған романы ба? Дұрыс емес, қарсыластар. Қырмызы. Артымызда Мәскеу. Дұрыс емес. Арайлым, мүмкіндік өзіңде. Сонымен, қай шығармасы болу мүмкін? Және өте танымал. Ұшқания. Ұшқания, жарайсың Арайлым. Арайлым, соңғы сәтте мүмкіндікті мүлт жібермедің, жарайсың деген келеді. Қырмызы. Қазақ киносы 30. Қазақ киносы 30. 2012 жылғы рейтинг бойынша ішкі нарықта ең жоғарғы сатылымға ие болған қазақстандық фильм. Жау жүрек мың бала. Жау жүрек мың бала, 30 ұпай қырмызыда. Ойын ортасындағы сараптамаға назар сала кетейік. Әзірге Арайлымда 90 ұпай, қырмызыда 60 ұпай, Әбілмансұрда 40 ұпай. Жалғастырамыз. Кезек өзіңде, Арайлым. Шығыс жауқарлары 30. Араб, парсы, грек, үнді тілдерін меңгерген. Орта азиялық энциклопедист ғалым. Астрономиялық еңбектерінде дүниенің гелиоцентрлік жүйесі, денелердің жерге қарай тартылу заңдылықтарын негіздеген ғұлама. Суретіне қарасаң, табуға болады секілді. Аль-Бируни. Жақсы біледі екенсің. Абу Райхан Аль-Бируни. Бәрекелді Арайлым. Әбілмансұр. Атлант мұхиты 40. Атлант мұхиты деген атау ертеректе Эратосфеннің үлкен Плинийдің еңбектерінде кездескенмен, нақты қай акваторияның атауы болғаны әлі белгісіз. Алайда Гибралтар бұғазы мен Канара аралдарының арасындағы аймақ осылай аталғаны туралы болжам бар. Атлантика сөзін алғаш қолданған көне грек тарихшысының аты. Геродот. Геродот. Әбілмансұр, бәрекелді. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда. Керемет. Қырмызы. Қышқылдар 30. Қышқылдар 30. Бұл бізде арнайы сұрақ. Сұрақты қоятын әнші Әйгерім Қалаубаева. Экраннан тамашалаймыз. Құрметті сайыскерлер, химия өнеркәсібінде кең көлемде қолданылуына байланысты химияның наны деп аталатын қышқылды білесіз бе? H2SO4. H2SO4. Дұрыс айтасың. Әр ұяшықтың 30 ұпайы қырмыз үшін сәтті болып жатқан секілді. Сонымен Арайлым. Қазақ киносы 20. Қазақ фильм кино студиясында соңғы жылдары түсірілген балаларға арналған кино туынды 2012 жылы кино «Малый шок» халықаралық фестивалінде гран-приде жеңіп алды. Сонымен қатар осы жылы Голливудта өткен International Family Film Festival байқауында бас жүлдеге ие болды. Фильм дата. Ертөстік пен Айдаһар. Ертөстік пен Айдаһар емес, қарсыластар. Бізде бірінші қырмызы. Аңшы бала. Аңшы бала, жарайсың қырмызы. Бұл фильмді көріп едік. Бәрекелді. Әбілмансұр. Қышқылдар 20. Тағамдарды маринаттауда, сонымен қатар кітап баспасы, мата бояу үшін қолданылатын қышқыл. Ашқылар. Тостар. Қырмызы. Сірке қышқылы.
Химияны жақсы көресің бе? Иә. Және өте жақсы көргенің өте дұрыс, және дұрыс айттың сен. Бәрекелді. Келесі. Кезек өзіңде қырмызы. Қышқылдар 40. Қышқылдар 40. Сірке қышқылының тұздары ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Арам шөптерге қарсы қолданылатын сірке қышқылының тұздарын білесің бе? Арам шөптерге қарсы қолданылатын сірке қышқылының тұзын сұрап тұрмыз. Қырмызы. Мен білет деген сенімдемін. Және өкіл үмітімді ақтайсың ба? Кәне жауап, уақыт өтті. Фосфор. Қарсыластар. Бізде бірінші арайлым. Глаубер тұзы. Дұрыс емес, Әбілмансұр. Жауап жоқ. Гербицидтер. Жауап осындай. Сонымен ойын ортасындағы сараптамаға назар сала кетейік. Әзірге қырмызыда 130 ұпай, арайлымда 120 ұпай, Әбілмансұрда 80 ұпай. Шығыс жауқарлары 20. Салжұқ сұлтанның тапсыруымен күнтізбеге реформа жасап, жыл санауы Григорий күнтізбесінен анағұрлым дәл күнтізбе түзген ғалым. Еңбектерінің басым бөлігі математикаға қатысты, парсы тілінде жазылған 4 таған, яғни рубайларымен танылған ақынды ата. Күнтізбе жасаған рубайларымен танымал ақын, өзі бір энциклопедист, шығармашылық адамы. Суретте жақсы танушы едің, арайлым, бәлкім бұны да танып қаларсың. Ұлықбек. Ұлықбек емес екен. Қарсыластар. Бізде қырмызы. Евклид. Қырмызы дұрыс емес. Әбілмансұр. Омар Хайям. Дәл таптың. Осындай көл-көсір қошеметпен Әбілмансұр кезек өзіңде. Атлант мұхиты 20. Атлант мұхитындағы ең қуатты жылағыз. Ең қуатты жылағыз. Батыс елдері. Қарсыластар. Арайлым. Гольфстрим жылағысы. Дұрыс айтасың, Гольфстрим жылағысы. Әбілмансұр, сабырсыздық кейде осындай сәтсіздікке келеді, сондықтан жинақтал. Қырмызы. Атлант мұхитын. Атлант мұхитының ең терең жері. Пуэрто-Рико шығылмасы. Дұрыс жауап. Сонымен жеңімпазды анықтауымыз керек. Ендеше соңғы сараптамаға назар аударамыз. Арайлым Серікте 140 ұпай. Қырмызы Жұмабекте 140 ұпай. Әбілмансұр Қамзаевта 100 ұпай. Міне сайыскерлер, өздеріңіз көргендей, бірінші Арайлым мен Қырмызы тең түсті. Біздің ойын жүйріктің жүйрігін анықтауымыз керек, сондықтан жекпе-жек ұйымдастырамыз. Қазір сіздерге 3 сұрақ қоямын. Кім бірінші компьютер пернесін басады, сол жауап береді. Әрбір дұрыс жауапқа 1 ұпай береміз. Ойын шарты түсінікті ме? Олай болса, бастаймыз. Бір астанасы Претория болып табылатын, 2 астанасы бар ел. Бізде бірінші Арайлым. Науру. Дұрыс емес. Қырмызы. Жауап жоқ. Оңтүстік Африка Республикасы. Келесі сұрақ. Қарама қарсы қабырғалары қос-қостан параллель болатын 4 бұрыш. Бізде бірінші Арайлым. Параллелограмм. Параллелограмм. Дұрыс айтасың. 1-0. Әзірге Арайлымда 1 ұпай бар. Соңғы сұрақ. Адам мен жануарлар ағзаларында тотығу, тотықсыздану үдерісін реттеп, түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін күшейтетін суда еритін дәрумен. Қырмызы. Глюкоза. Қандай? Глюкоза. Гликоген. Дұрыс емес. Арайлым. Оттек. Оттек емес. Аскорбин қышқылы. 3 сұрақ оқыдық. 1-0 есебімен бүгінгі ойынымыздың көшбасын бастаған Арайлым Серікке қошеметімізді көрсетейік. Әбілмансұр, бүгінгі ойынды үздік-үштікте аяқтадың. Өте жақсы нәтижелердің бірі. Мен сені нағыз қазақтың мәрт жігіті деп есептеймін. Қазақты қашанда құрметтеген, қыз баласын құрметтеген қазақтың жігіттеріміз ғой. Жарайсың, алдағы білім бәсекелеріне биіктен көрін. Рахмет келгеніңе.
Қырмызы өте тартысты ойын өткіздік, шын мәнісінде. Сенімен айлық ойында жүздесетін боламыз. Бәлкім арайлымнан алынмаған қарымтаны айлық ойында аларсың деген сенімдемін. Сәттілік серігің болсын. Қымбатты білім сүйер қауым, сонымен бүгінгі апталық ойымыздың көшін бастаған Арайлым Серікова ойында көрсеткен терең білімі мен жігіске деген жігері үшін бағдарламамыздың осы марапат қағазымен марапатталады. Талабыңа нұр жаусын. Ортаға кел. Шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашан биіктен көрініп, өз биігіңді бағындыра бер. Кәне биік көтер. Қымбатты білім сүйер қауым, осымен тартысты ойынымыз аяқталды. Апта сайын жанкүйерлік танытып жеңімпазды бірге анықтайық. Көріскенше күн жақсы.